Сәлеметсіздер ме 13-ші топ білім алушылары? Өткен тақырып бойынша сіздерге мынандай тапсырма берілген. Жұмбақ хаттың шешуін тауып келіңіздер деп. Бұнда 5 ағайынды жігіт туралы айтылған. Біздер және 5 ағайындылар кімдер? Иә, дұрыс айтасыздар. Біздер сірілік металдар, 5 ағайындылар литий, натрий, калий, рубидий, цезий. Енді өткен тақырып бойынша мынандай сұрақтарды мұқият оқып, дұрыс жауабына иә немесе жоқ деп жауап берулеріңіз керек. Бірінші сұрақ иә, екінші сұрақ жоқ, үшінші сұрақ иә, төртінші сұрақ жоқ, бесінші сұрақ жоқ, алтыншы сұрақ иә, жетінші сұрақ иә. Екінші тапсырманы бағалау шкаласы, яғни 7 сұраққа жауап берсеңіздер 5, 6 сұраққа жауап берсеңіздер 4, 4-5 сұраққа жауап берсеңіздер 3, 1-2, 3 сұраққа жауап берсеңіздер 2. Осы тапсырманы сіздер өз-өздеріңізді бағалайсыздар. Химияда білесіздер, заттың неше қасиеті болады? Заттың сыртқы түсі, агрегаттық күйі, судағы ергіштігі, тығыздығы, балқу және қайнау температуралары сияқты қасиеттері бұл заттың қай қасиетіне жатады? Заттың басқа заттармен әрекеттесуі немесе реакцияға түсуі бұл заттың қай қасиетіне жатады екен? Иә, дұрыс айтасыздар. Бірінші топ элементтері бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, соның ішінде сірілік металдар, натрий мен калийдің физикалық және химиялық қасиеттері қолданылуы. Сабақтың оқу мақсаттары атом құрылысы негізінде сірілік металдардың физикалық қасиеттерін сипаттай білу, сірілік металдардың оксидтері мен гидроксидтердің негіздік қасиеттерін түсіну. Балқу температуралары атомдық нөмірдің артуымен азаяды. Цезий бөлме температурасынан бірнеше градусқа ғана жоғары температурада балқиды. Енді осы металдардың қайнау температураларын зерттейік. Сіртілік металдардың қайнау температуралары атомдық нөмірдің артуымен төмендейді. Металдардың физикалық қасиеттері олардың құрылымы арқылы анықталады. Қатты фазада барлық металдар тез қозғалады. Делокализацияланған электрондармен кезектесе орналасатын катиондардан құралған кристалдық торций. Бірінші топ бойынша төмен қарай қозғалса, металл иондарының өлшемі электронды қабаттар санының өсуімен артады. Дәл сол себепті атомдық нөмір артқан сайын электрондар қабаты ақырындап сирейді. Оң иондар мен делокализацияланған электрондар арасындағы тартылыс күштері әлсірейді. Яғни кристалдық тордағы металл иондарын ұстап тұратын байланыстар да әлсіреп, байланыстарды үзу үшін қажетті энергия мөлшері азая береді. Нәтижесінде топ бойынша төмен қарай сіртілік металдардың балқу және қайнау температуралары төмендейді. Сіртілік металдар өте жеңіл болып келеді. Басқаша айтқанда, олардың тығыздығы өте төмен. Сіртілік металдардың ішінде тығыздығы ең төмені литий. Натрий мен калийдің тығыздықтары судың тығыздығынан кем. Ал рубидий мен калийдің тығыздығы судыкінен біршама артық. Осылайша біз атомдық нөмірдің артуымен тығыздықтың тұрақты түрде өсетінін байқай аламыз. Сіздерге металдардың физикалық қасиеттері туралы қысқаша мәтін берілген. Осы мәтінді оқып шығасыздар да, осы сөйлемдердің ішінен сірілік металдардың негізгі 6 қасиетін тауып, мына сірілік металдардың физикалық қасиеттері деген сіздер кластер құрастырасыздар.
Сіздер жаңағы сілтілік металдардың химиялық қасиеттері бейне көрсетілімнен тәжірибедегі құбылыстарды мұқият бақылап шықтыңыздар. Соның нәтижесін реакция теңдеулері арқылы өрнектеп, теңдеулерді теңестіру керексіздер. Келесі тапсырма. Мына сілтілік металдардың химиялық қасиеттері атты мәтінді оқып шығасыздар да, бұл жерде химиялық терминдерге назар аударуларыңыз керек. Келесі, жаңа сөздермен жұмыс сіздерге кесте берілген. Жаңағы терминдердің қасындағы бағанадағы химиялық реакцияға түсетін заттармен сәйкестендіресіздер. Мысалы, гидрид үшінші. Гидрид бұл заттардың сутегімен реакциясы, яғни химиялық реакцияға түсетін заттары бұл сутек H2 формуласы. Келесі тапсырма. Берілген химиялық реакциялардың теңдеулері нәтижесінде түзілген заттарға мұқият қарап шығуларыңыз қажет. Оны біз мынандай фишбон арқылы балық қаңқасына толтырамыз. Бірінші, балықтың басында сілтілік металдардың химиялық қасиеттері, яғни сіздер мына жерде жаңа өтіп кеткен алдыдағы 6 қасиеттерінің реакция теңдеулерін жазасыздар, деректерді кетіріп, ол реакция нәтижесінде қандай заттар түзіледі, оны көрсетесіздер. Мысалы, 2 натрий плюс хлор 2 түзіледі, 2 натрий хлор. Балық қаңқасының құйрығына сіздер сілтілік металдар қандай заттармен реакцияға түседі, осыны сіздер қорытындылап шығасыздар. Келесі, сабақты қорытындылау бұл инсерт кестесі арқылы жүреді. Білемін. Яғни сіздер бүгінгі сабаққа дейін нені білетін едіңіздер? Білдім. Бүгінгі сабақта сіздер нені білдіңіздер? Білгім келеді. Яғни сіздер алдыдағы уақытта тағы нені білгілеріңіз келеді. Білім алушылардың білімдерін бағалау мына критерийлер бойынша бізде жүзеге асырылады. Яғни сабақ сайын біз сіздерге парақ таратып беріп отырамыз, жіберіп, сіздер әр сабақтағы қандай жұмыстың түрін орындадыңыздар, соны бағалаймыз. Бірінші, жұмбақ хатты сіздер шешуіне баға қойылады. Екінші, сіздер иә және жоқ сұрақтарына жауап бергендеріңіз үшін. Үшінші, сабақтың тақырыбын анықтағандарыңыз үшін. Төртінші, кластер құрастыру. Бесінші, бейне тәжірибе, жаңа сөздермен жұмыс, фишбон әдісі арқылы қорытындылау және инсерт кестесін толтыру. Үйге тапсырма. Оқулық бойынша сіздерге параграф 5-2, 150-ші беттегі 5-ші жаттығулар, 6-7-ші есептер. Бүгінгі өткен сабақтың дәнекерлеу мамандығымен байланыстылығына сіздер менің мамандығым дәнекерлеуші атты есте жазып келулеріңіз керек. Ол мына жоспар бойынша өтеді. Бірінші, дәнекерлеу мамандығының құзыреттілігі. Екінші, дәнекерлеу мамандығының химия пәнінің және бүгінгі тақырыптың қажеттілігі. Дәнекерлеу мамандығының басқа пәндермен байланысы. Міне осы 3 тақырыпты қамтисыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.